ақш билігі ресейлік пропагандисттерге санкция салды. Олардың арасында Маргарита Симонян, Russia Today және Спутник бар. Енді не болатынын түсіндірейін. Ресей ақшта биыл өтетін сайлауға ықпал етуге тырысқан. Нақты айтсақ, бұл 10 адам мен 2 ұйым. ақш қаржы министрлігі осыған байланысты арнайы мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде ресейлік бақтар арқылы Кремль ақштың ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге тырысқан айтылады. Ол үшін жасырын шетелдік ықпал ету науқандары мен заңсыз киберқауіптерді пайдаланған. ақш айыптауына тоқталсақ, 2024 жылдың басынан Russia Today басшылары күдікті америкалық ықпал етушілерді жасырын түрде жалдауға тырысқан. Мысалы, Маргарита Симонян жалған компанияға өз қызметін РТ арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік берген. Тағы бір айыптау бойынша Диалог компаниясы сайлау науқандарына араласу үшін интернетте ресейлік жалған ақпаратты тарату үшін жасанды интеллект технологиясын қолданған. Енді санкциялардың қандай салдары болатынына тоқталайық. Бұл адамдардың ақштың иелігінде болған барлық мүлкі бұғатталады деген сөз. Ал Ресей тарабы бұл батыс арнайы қызметтерінің ақпарат кеңістігін тазалау бойынша операциясының жемісі деп отыр. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Захарова жауап шаралары болады дейді. Дәл осындай маңызды әрі өзекті жаңалықтарды оқығыңыз келсе, әшкере Telegram арнасына жазылып қойыңыз, сонда біз видеолар мен суреттермен нақты толыққанды жазып отырамыз.